Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге түрлі қызықты сұрақтар қоятын боламын. Сұрақтар қиын болады, сондықтан берілген уақыт жетіспесе, паузаға қойып орындай берсеңіздер болады. Ал ендеше видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл маған видео түсіруге деген мотивация береді. Ал мен бастаймын. Мына жерден сәйкес фигураны таба аласың ба? Дұрыс таптың деп ойлаймын, бұл мына фигура. Ал бұл жерде артық фигураны табу керек. Таба аласың ба? Бұл міне тұрған үшінші фигура. Таптым деген ойдамын, ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Сағат айнадан шағылысып көрініп тұр. Негізгі уақыт қандай екенін тап. Сағат 22:05. Қалай шыққанын түсініп тұрсыз деген ойдамын. Мына жерден артық фигураны таба аласың ба? Дұрыс, бұл екінші фигура. Мына суши туралы есепті шеше аласың ба? Бұл есептің жауабы 2. Текшені белгілі бір бағытпен айналдырып отырды. Соңғы текшенің қандай екенін тап. Бұл текше мынандай түсті болды. Яғни текшені 2 рет айналдырып оң жаққа бұрып отырды. Сонында осындай түсті текше шықты. Көлік тұрған орындағы санды тап. Жауабы 87. Бұл жерде тек қана суретті айналдыру керек болды. Дұрыс таптыңыз деген ойдамын, ал мен келесіге көшемін. Мына қатарды жалғастыр. Жауабы 10. Қалай шыққаның түсініп тұрсыз деген ойдамын. Бүкіл үшбұрыш бос болу үшін қай үшбұрышты кесу керек? Көк түсті үшбұрышты кесу керек. Сол кезде бәрі босайды. Мына есепті шеше аласыз ба? Жауабы 21. Яғни сандарды бір-біріне қосып отырған. Жоғарғы көріністі көрсетіңіз. Үшінші тұрған фигура дұрыс. Паузаға қойып шешіп жатқан шығарсыз, я? Мына қиын есепті шеше аласыз ба? Жауабы 6 болды. Қалай шыққанын көріп тұрсыз деген ойдамын.
Төбеден көрсетілген фигураны 3 фигураның арасынан тап. Жауабы екінші фигура. Дұрыс таптыңыз деген ойдамын, ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Артық фигураны таңда. Жауабы мынау екінші фигура. Артық фигураны таңда. Дұрыс жауап бірінші фигура. Жоғары көріністі көрсетіңіз. Жауабы міне үшінші тұрған фигура. Қатарды жалғастыр. Жауабы 22. Міне, тағы суши туралы есепті шешіп көр. Жауабы 1. Барлық төртбұрышты тап. Бұл жерде барлығы 9 төртбұрыш бар. Қанеке мына фигуралардан артығын таба аласың ба? Міне мына үшінші фигура артық. Барлық төртбұрышты тап. Жауабы 6. Міне достар, видеода аяқталып қалды. Видеоны сарнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерді осы заттарды істегендеріңіз маған мотивация береді. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.